Мариям, Адиля, не үшін менің қасым қап-қара білесің ба? Өйткені мен Осма жақтым кішкентайымнан. Сен Османның не екенін білесің ба? Білесің ба, білмейсің ба? Білмейсің. Қазір мен саған көрсетемін Османның не екенін, и басқаларға да көрсетемін. Ең қасты тоқсай. Оны бәрі көбісі біледі, енді өзбектер біледі точно. Бірақ қазақтарды кейбіреулері даже білмеуі мүмкін. Соны қасқа жағады, Осма майы деген шықты. Ал ол Осма былай, қазір көрсетемін. Мариям, Адиля, қара. Если что, не ете саламыз. Мынау Осма деген нәрсе осы. Осыны кішкентай кезімізден біз жағып өскенбіз. Сосын барып қастары қалың болады. Өзбектердің қастары неге қалың? Өйткені олар осындай Османы алады да жағады. Осма майы деген бар ғой, өсіріледі, сондай сатылады. Осма майын адамдар жағады, қастары қалың болу үшін. А осы Осма. Қазір осыны аламыз, осылай жылып аламыз да, күнге битіп жайып қоямыз. Ол где-то 20 минуттай тұрады, кәдімгідей солу керек. Сол кезде біз оны сығамыз. Кейін сығу процесін көрсетем, сосын оны жағамыз. Ой, ұшып кетті оның осмаларым. Короче, осылай күнге жайып қою керек. Әдемілеп бұны жуып келдім. Сосын сығамыз жақсылап тұрып. Кейбіреулер даже жумайды осыны. Сөйтіп, Мариям, сен қастарыңа жағамыз. Сен жақпайсың ба не? Неге? Қасың қап-қара болған әдемі ғой. Ұшып кетпесе болды енді ол Османмен.